Сәлем достар, бүгін біз осындай керемет 30 минутта жасалып шығатын медовый торт жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаймыз. Әрмен қарай менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті болатын 3 жұмыртқамыз, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеп қантты жаймен қосып отыратын боламыз. Бізге 6 қасық қант қажет болады. Жаймен кезек-кезек осылай салып, миксерлеп отыратын боламыз. Жақсылап миксерлеп алып, аппақ пена болғанша миксерлейміз. Және де 2 қасық балымызды қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біз балды қосып алдық, жақсылап тағы да әрмен қарай миксерлейміз. Одан кейін ұнымызды жаймен қосып араластырамыз. Ұнның ішіне мен ванилин және разрыхитель қосып араластырып алдым. Жақсылап осылай араластырып, однородный масса болғанша жақсылап араластырамыз. Мен осындай, дәл осындай массаны 2 түрлі қылып жасадым. Өйткені біреусіне какао қостым, біреусіне осылай аппақ күйінде қалдырып, 2 түрлі салмасын жасап, тортымызды жасайтын боламын. Бұл тортты жасасаңыздар өкінбейсіздер, өте керемет, ауызға салса еріп кететін дәмді торт болады, өте жұмсақ. Жасап көріңіздер, үй жағдайында қолжетімді барлық ингредиенттер бар. Мұны қарап тұрғандарыңыздай мен какао қосып, 2-ші салмасын жасап жатырмын. Екеуін жақсылап бір духовкада 7-8 минутта пісетін медовик тортымыз. Бізге бар жоғы 30 минут қажет болады. 30 минуттың ішінде керемет дәмді тортымыз жасап шығамыз. Менімен бірге болып, каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Лайк басып, комментарий жазып, тағы да қандай керемет, жеңіл, дәмді торт, булочкалар қалайсыздар, менің комментарийіма жазып қалдырып кетіңіздер. Мына жерде мен 33% сливкиді сахарный пудрамен взбивать етемін, ішіне кереметтей сырын салып, тортымды әрлейтін боламын. Мына менің тортым дайын, ал жақсы, сау болыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Сарбина қыздарыңыз. Менің 30 минутта жасап шыққан медовик тортым. Барлығымызға ас болсын. Сау болыңыздар.